Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханда өте ерекше әдемі көрінетін әрі дәмді анар білезігі салатының рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма және Instagram парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл салат өте жеңіл дайындалады. Ең алдымен тауықтың төс етін, картоп, сәбіз, қызылша және жұмыртқаны суға пісіріп аламыз. Толық суыған тауық етін ұсақтап турап шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей пісірілген картопты, сәбізді, жұмыртқа мен қызылшаны да осындай үккіштің ірі бөлігінен өткізіп шығамыз. Барлық ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Кейін грек жаңғағын да сәл ұсақтап турап шығамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Ең астыңғы бөлікке картопты салып тегістейміз және үстіне сәл тұз сеуіп майонез жағамыз. Кейін видеода көрсетілгендей тауық еті, сәбіз, грек жаңғағы, жұмыртқа және де қызылшаны кезекпен салып шығамыз және міндетті түрде арасына майонез жағып отырамыз. Сәбізден кейін мен майонез жақпай-ақ грек жаңғағын сала беремін. Және де соңында осылай анар дәндерін біркелкілеп тығыздап қойып шығамыз. Дайын салатымызды тоңазытқышқа 1 сағат шамасына қойып қойған жөн. Сол кезде қызылша түсі анығырақ шығып, салат осылай айқын қызыл түсте болады. Дайындалуы өте жеңіл әрі тез. Мерекелік дастархандарыңызға көрік береді деген үміттемін. Дайындап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лүпіл басып комментарий қалдырыңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.